Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз кейіпкердің костюмін өзгерту, жоба құру. Жобаның мақсаты спрайттардың костюмін ауыстыру. Жұмысымыздың барысы Scratch программасын іске қосу, интернеттен қажетті суреттерді жинақтау, кейіпкердің әр бағытқа қозғалысын жасау, фон мен спрайттардың костюмдерін ауыстыру, жұмысты сақтау. Бірінші тапсырма. Қазақстан картасының суретін интернеттен жүктеп бумаға сақта. Scratch программасын іске қос. Өзіңе ұнайтын кейіпкерді таңдап ал. Кейіпкер картадағы қалаларды аралайтындай етіп қозғалыс жаса. Екінші тапсырма. Кейіпкер әр қалада ұлттық киімдерді ауыстырып отыруы керек. Кейіпкер әр қалаға барғанда көрікті жерлер туралы шағын мәлімет айтуы қажет. Үшінші тапсырмада сахнаның фонын қалаларға байланысты ауыстыр. Жобаны өз ойыңмен жалғастыр. Жобаны «Менің Қазақстаным» деген атаумен бумаға сақта. Бұл жұмыс үшін қажетті суреттер. Балалар, оқулықтың 16-шы бетінде кейіпкердің костюміне жобалық жұмыс берілген. Бірінші тапсырма бойынша біз Қазақстанның картасының суретін интернеттен жүктеп бумаға сақтап аламыз. Scratch программасын іске қос дейді. Менде қосып отыр. Өзіңе ұнайтын кейіпкерді таңдап ал. Мен мынау кейіпкерді таңдап алдым. Кейіпкер картадағы қалаларды аралайтындай етіп қозғалыс жаса дейді. Яғни ол қалай? Астана, Алматы, Шымкент. Яғни менің кейіпкерім осы 3 қаланы аралап шықты. Оның коды міне мына жерде көрсетілген. Яғни алғашқы бастапқы орны және де одан кейін келесі Астана қаласына барған орны көрсетілген және Алматы қаласына, Шымкент қаласына барған орындар көрсетілген. Астана, Алматы, Шымкент. Жақсы. Келесі екінші тапсырма бойынша кейіпкеріміз әр қалада өзінің костюмін ауыстырып отыру керек. Костюм ауыстыру үшін мен мына сурет таңдадым және 3 қала болғандықтан 3 түрлі костюмін ауыстырдық. Екінші суретте мына костюмді, үшінші суретте мынандай костюм. Көріп отырғандарыңызда бұл костюмдер Notpoint графикалық редакторы сияқты жерде сурет салуға болады. Соны қолданып, пайдаланып отырып салдым. Мысалы, сіздерге көрсетіп кетейін. Бірінші сурет бойынша бізге қыздың киімін ауыстырып жіберу керек болса, мысалы, бетін ғана бізге алып қаламыз. Қалған жерін өшіріп тастаймыз да. Полностью. Сосын мына жерге кәдімгідей мынаны бояп сала береміз. Көрдіңіздер ме? Мен мысалы мынаны кішкене жоғын қылып аламын да. Осылай үстіндегі костюмін сала береміз. Бұл жер сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай оның кодына келеміз. Және де үшінші тапсырмада әр қалаға ол барған сайын фон сол қаланың суретіне ауысып отыру керек. Және де қала туралы мәлімет беріп отыру керек. Неке оның коды мына жерде көрсетілген. Бұл жерде киімін ауыстырады және де фон ауысылады. Бір команданы қайта-қайта көшіріп қоюыңызға болады. Тек қана мына жерден қаланың атын және қыздың киімін ауыстыруды ұмытпаңыздар. Нәтижесін көрсетейін. Үш қалаға барды. Бұл бірінші тапсырма бойынша жүр. Екінші тапсырма бойынша
Астана қаласы, Қазақстанның астанасы. Алматы өте әсем қала. Шымкент Қазақстанның ең ескі қаласы. Яғни қала туралы мәлімет берді және фон ауысты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қорытынды: қандай блоктарды қолдандың? Жасаған жобаң өзіңе ұнады ма? Балалар, сабағымызды смайлик арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.